Сен мен бағдарламаға қатысып жатқандардың бәрін көрдім ғой. Маржанды да көрдім. Көрдіңіз? Иә? Мама маржанды көрді. Міне. Түсіріп алдым. Міне клип. Маржан деген қыз осы қыз екен. Әдемі екенсіз ғой өмірде. Міне. Клип бәрін көріп тұрмын. Маржанмен де таныстым. Қатысушылардың бәрімен таныстым. Мына жігітті танисың ба? Гүлжан гүліне ұқсап тұр что-то. Сен апардың ба гүл? Көрмейміз. Сосын Қайырлы күн менің оқырмандарым, қосылайық каналымның оқырмандары. Бүгін бізде арнада өте күшті жаңалықтар болып жатыр. Мысалы, мына видеода көріп тұрғаныңыздай Заринаның туған күні. Зарина туған күнде ерекше сыйлықтар алды. Өздеріңіз көріп отқандай, оның туған күніне түрік досы күтпеген жерден тосынсый сыйлық сыйлады. Оған қымбат сөмке подарить етті, көріп отқаныңыздардай. Ол сөмкенің өзі құр емес, оның ішінде өте көп тәттілермен, оған шоколад қосып, неше түрлі тәттілерді салып ішіне сыйға тартты. Түрік досымен, яғни Зарина бұл жерде қонақ үйдің ішін бір көтеріп тастады. Яғни подаркаларға, әртүрлі сыйлықтарға Зарина қуанып, мәз болып, жас балаша қуанды. Түрік досына алғысын жаудырып, рахметін айтып, бақыттан басы айналып, қатты қуанып, ерекше сыйластық білдіргені үшін рахметін айтуда. Күтпеген жерден тосынсыйына рахмет айтып жатыр. Ал енді қазіргі біздің келесі видеомызда көріп отқаныңыздағыдай, бұл екі жұп үндемей қосылып алған ба деген сияқты ой келіп қалды оқырмандарымызға. Бұл жерде көріп отқаныңыздай бұлар караокеде жүр екен. Шерхан мен Ақбота караокеде өлең айтып жүр екен. Бұл видеодан да сіздер не ойлап, не түйдік деп ойлайсыздар? Бұл екі жұп бір-бірімен қайта қосылған ба, әлде бұл екі жұп бұрынғыша ма? Оны да өздеріңіз шеше жатарсыздар. Екі жұптың бұл жерде не істеп жүргендерін. Шерхан жалпы өзі жақсы адам. Ол өзінің баласына өздеріңіз көріп отқандай сыйлық, ойыншықтар әкеліп жүр. Және баласына келіп көріп тұрады екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай баласын өзі қатты жақсы көреді екен, көрініп тұр бұл жерде. Және өзіме тартқам деп баласына бұл жерде айтып жатыр бұл видеода. Шерхан баласынан қатты сағынып қалған, және ол өзінің сол құр келмей ойыншықтарымен келген екен бұл видеода. Енді бұл біздің қосылайықтың рейтингін көтеріп жатқан екі жұп, бұл Гүлжан мен Зарина. Бұл екі жұпты бұл жерде өте көп хикаялы болып жатыр. Енді мына жерде мен сіздерге бір ойын ойнағым келіп тұр, иә. Құрметті оқырмандарым, мына жерде қандай бір саннан 1-ден 10-ға дейін көріп тұрған цифрдан қандай бір қателікті көріп тұрсыз, соны маған комментарияға жаза кетсеңіздер. Қай жерде бұл сандардан қай жерде қате кеткен. Мысалы, мына жерде ол қатені таба алмай жатыр, иә. Ойланып, дұрыстап қайталап оқы деп жатыр. Мысалы, оны бір көргеннен көре алмайсыздар, ал екінші рет, үшінші дұрыстап арнайлап қарайтын болсаңыздар, мұқияттап бұл жерде бір ол қатені көруге болады. Елдердің типажы қосылайықтағы қыздардан. Осы жерде отырған қыздардан. Жалпы қосылайықтағы қыздардан типажыңыз. Айгүл. Айнұр. Қара торы қыздарға короче. Біздің қазақтың гидейін подкастқа беріп атқан ба? Болды бұдай. Неге Зарина емес? Онда неге Заринаның қасынан шықпайсыз? Братский ғой біздікі. Мысалы, пост жазға деген сияқты, иә. Сондай ба? Конечно. Эльдардың телефонын, например. Мәссаған. Дұрыс па? Айнұр Айгүлде өтірік айтып жатқан сияқтысың, мен сенбеймін, құрметті оқырман. Шынымен Эльдар маған андай, бұрын андай
бұрын танитын адам сияқтымын. Нормально. Еще андай күшті әңгіме. Мен ойлап қалдым, мүмкін Айсұлтанға ұқсайды дегеннен кейін сіз қасында жүрсіз ба деп. Айсұлтанмен де күшті дос болдық қой. Жоқ, Айсқа қатты ұқсамайды, андай позициясы ұқсайды. Мен басқа адаммын. Сәл ұқсайды. Зарина сөйтіп ойлап қалдым.